Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында чекен әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең бірінші менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Біз ол үшін ең бірінші тауықтың аяғын алып, керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Өзімізге қуыруға ыңғайлы болу үшін екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Ендігі кезекте дайын болған тауық еттерін маринадтап қоятын боламыз. Ол үшін бізге тұз, паприка және де қара бұрыш, қызыл бұрыш қажет болады. Барлығын тауық етіне қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бетіне сесогымызды сеуіп, газдалған сусын құятын боламыз. Газдалған сусынның орнына басқа да газдалған сусындар қосуға болады. Біздің тауық етіміз газдалған сусынға толықтай батып тұруы қажет. Мен тауық етінің дәмі шығуы үшін 2-3 топ пияз қостым. Өз қалауларыңыз бойынша лимон да қосуға болады. Осылайша маринадтап 20 минутқа қойамыз. Мінеке біздің маринадталған тауық еттеріміз дайын болды. Енді тауық етімізді алып, кептірілген нан ұнтағына жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Майымыз қызып тұруы қажет. Мінеке біздің өте дәмді күтірлеп тұратын чекендеріміз дайын болды. Менің рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер.